Қайырлы күн достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын сточниктің рецептімен бөліспекшімін. Ішіне сүзбе салынып жасалынатын, өте дәмді, нәзік болып шығатын. Қараңыздар, бөлген кезде өте жұмсақ, нәзік болып бөлінеді. Ауызда еритін дәл осындай тәттіні бірге жасап көретін боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға сары майымызды салып аламыз. Үстінен жұмыртқа, қантымызды саламыз. Егер сіздер тәттіні қатты ұнататын болсаңыздар, тағы да бір қасық салсаңыздар болады. Осылай миксердің көмегімен араластырып, ұнға қопсытқышымызды салып, осылай елегіштің көмегімен електен өткізіп аламыз. Үстінен бір ас қасық қаймағымызды саламыз, және де миксермен араластыратын боламыз. Миксердің жай жылдамдығымен дәл осындай болғанға дейін араластырып аламыз. Қатты миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай қолдың көмегімен енді қамырды илейтін боламыз ары қарай. Осылай шет-шетіндегі ұндармен қамырды біріктіріп, қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей дәл осындай жұмсақ, нәзік біздің қамырымыз дайын болады. Қолдарыңызға қатты жабысып жатса, кішкене ұн қоссаңыздар болады, бірақ көп емес. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді бұл аралықта осылай творогымыздың үстінен қантымызды, жұмыртқамызды саламыз, ұнымызды саламыз. Және де қаймағымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап творогтарымызды, сүзбелерімізді езіп аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді қамырын дәл осылай колбаса сияқты етіп дөңгелетіп аламыз. Сосын 6 бөлікке теңдей бөліп шықтым мен осылай. Осылай жаюға ыңғайлап, дөңгелек етіп жаюға ыңғайлап, осылай жасап алдым мен. Кішкене үстелдеріңіздің үстіне ұндарыңызды сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Қатты қалың немесе жұқа етіп жіберуге болмайды. Ішіне осылай салмамызды саламыз. Жарты бөлігіне саласыздар салманы. Сосын осылай бетін жауып, екі шетін кішкене қолмен басып қоямыз. Міне біздің сочниктеріміз дайын қазірше. Осылай дайындап, пергамент қағазы төселген табамызға салып, жайғастыратын боламыз. Қалған бөлігінде дәл осылай жаңағы реттілікпен жасап шығамыз. Осылай творогты салып, бетін жауып, екі шетін қолмен басып қоямыз. Сочниктерімізді пешке жіберместен алдын, осылай жұмыртқаның сарысын алып, бетіне тегістеп жағып шығамыз. Дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып кетсеңіздер болады. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, сондықтан мені қолдап кетіңіздер. 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа салып алатын боламыз. Міне достар, менің сочниктерім дайын болды. Дәл осылай да қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Немесе үстінен қант ұлпасын сеуіп, осылай сәндеп қойсаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Осымен біздің сочниктеріміз дайын. Дәл осы видео сізге ұнаса лайк қойып, пікір жазып, дәл осы каналға тіркеліп кетіңіздер.